шыққам ғой. Сонымен мына апамды көріп қалдым. Рахмет апа. Қаншадан гүлдеріңіз? Жаным бере саған. Алла бере саған. Жаным апам деген айтады. Сендерді жақсы көремін деп, қатты көремін деп. Барлығына балет етіп отырамын. Балет етіп отырамын дейді. Қыздар, әй балалар, мына қосылайық та. Апа оны айтпай ақ қойын енді. Жаным бере саған. Айтпай ақ қойын. Қаншадан гүлдеріңіз? Знаменитый қызды. Әй бір жақсы көріп суретке түссеңдер. Жоқ апа қойшы. Қаншадан гүлдеріңіз? Білмей жатыр ғой балалар. 2000-нан. Рет 2000-нан ба? Мен енді. Ештеңе керек емес апа. Жоқ апа, гүліңізді алдым ғой, рахмет. Гүлді алдың, мен саған бір не болсын, талисман сияқты. Жоқ апа, өзіңізді қала берсін. Енді біз саған барлық жақсылық. Жоқ, сізге қарап не ойлап кеттім айтайын ба, мына гүлді сатып алып отырмын ғой. Сразу. Сен көп алла беріп отыр ғой. Тәуіржанды білесіз ба? Тәуіржанды білемін, иә. Сол кісіден үйренгенмін ғой. Сол кісінің қасында жүріп осындай жақсы. Сендер оны ұмытып кеттім. Жоқ, мен сені көрмезім ғой. Жоқ, сен қыз балаға, конечно, Тәуіржандікі дұрыс ол. Тәуіржанға мыңыр, не, сәлем айт. Сәлем айтамын. Ой, все жақсы, мен таксиге кетіп. Давайте. Мен саған қызым. Рахмет. Бұл жағын ертең күшті келін әкесін айналып. Рахмет апа, жақсы сау болыңыз. Ой, мен бақыттымын. Апам бақыттымын деп қояды. Көбісі айтып жатыр, шашын қысқартпаш, ұзындығы нормально қалды. Примерно мынандай ма қысқарттым. Именно қазір локоныдан көтеріліп тұр да ол ше. Қыздар шаш қысқартудан қорықпаңыздаршы, өтініш. Чем андай ұзын, ұшталған не ухоженный болып тұрғаннан гөрі бір 3 айда бір рет хотя бы шашын андай ухоженный сияқты көрініп тұрады сол кезде, и качествосы да құртылмайды. Ұшын бәрін сіздер неше түрлі там плойкамен неше түрлі бәле жасайсыздар, и ол кезде ұшын бәрі зардап шегеді шашын. И мен осылай қысқарттым, кішкене покраска жасадық, и осылай укладка айданадан. Енді, как всегда, топ. Өзіме ұнады қатты. Көп рахмет. Зато свежий шаш дейсің ғой. Енді біз шаш бәрін істеп, менің құрбыммен тамақ ішуге келдік. Айдан апасында. И осылай тамақ ішіп жатырмыз. Енді мен бешбармақ жемегеніме біраз болған болатын. И бұл кісі айтады, мама, сен бешбармақ заказ берсең, жақсы көретінен ғой, восточный кухня деп мені ресторанға алып келді. Бір жақсы бір семейный ресторан екен, әдемі екен ше. Сол, короче, мен айтамын да, бешбармақта көңілім алған, көп жерге онша емес есем, мына жерден бешбармақ сөйтсем жақсы екен. Біледі екенсіз, сіз қай жерде қайсы жақсы екенін. Ас болсын жаным. Жесең я отсын. Біз сол тамақ ішіп отырып қазір қайтамыз. Айдана өз үйіне қайтады. Ал мен енді кішкене походу жүрейін деп тұрмын енді. Мама, қарашы. Қарашы, қаншама адамдар подписка жасап жатыр, сененші. Енді жасайды ғой адамдар. Енді сені көріп жатыр, неғып жатыр. Бірақ енді бұл саған енді вообще реклама ештеңе емес. Мысалы, от души как енді баяғыдан бірге жұмыс істегенбіз, қандай мастер екенді білемін. Көбісі білмейді жүр, кстати, мен барбер болып жұмыс істегенмін. Мужской мастер, бұл кісі женский мастер. Еще визажист, макияж жасайды, прическа жасайды, бәрін жасайды ғой, короче. Сол. Біз сен жұмысың ондай болмаса, мен самай етемін деген сияқты ғой. Білемін ғой содан кейін. Сол вообще. Мына жақтан тамақ ішіп. Негізі доброе утро деп салатындай не болып тұр ғой, уақыт болып тұр ғой уже, бірақ ой, мына ужас несін қараңыздар, кірін бір әдемі көрсете қойын дегенім жарайды енді. Бірақ мен енді ұйықтайын деп отырмын. Сол үшін спокойной ночи болып тұр. Бізбен и анау зданияға барайық деп отырық. И білесіздер ма, ол Абу-Даби здания. Қазір жақын сияқты көрініп тұр, мына мешіт, мысалы, болмаса мына зажигалка, короче, маяқтағы любой жақын болып тұрған здания. Шыққаннан кейін біраз жүргеннен кейін кәдімгідей алыс болады ғой. И барам дегенше, жаяу барам деп ойламаңыздар Астанада жүрген кезде, мысалы қыдырып келесіздер, қазір мен ана жаққа жаяу барам, жап-жақын екен деп. Капец алыс болады ғой, біраз жүріп қаласың. Мен бір рет басында Астанаға келген кезде бәйтеректен қанша тұрған еді, қайсыдан, короче, сол екеуі вообще сол жаққа бару керек, кстати. Сол жақта вообще бір-біріне жақын болып көрінеді. И бірақ жүрген кезде 40 минут жүріп қаласың ғой примерно. Сол, короче.